Бүгін осындай керемет күні Алланың қалауымен, екі жастың шешімімен, қазағымыздың керемет салт дәстүрі бойынша қызыңызға құда түсіп сырға салуға келіп отырған жағдайымыз бар. Рұқсат болса, бұл сырға деген жай әшекей емес, бұл сырға бір әулеттің үлкен сенімі, болашағы, бұл сырға аналық өмірге, отбасылық өмірге апарар алғашқы қадамың. Осы аттағалы отырған қадамың құтты болсын жаным. Тұтасқан қолдарыңыз тек мәңгілік болсын. Аллам сіздерді тіл көзден, көлденеңнен аман қылып, тек қана осы тума-туысқа жақсылықтарыңыз бен қуаныштарыңызды көрсетсін деймін. Тума-туыс, бауыр жолдас бір-бірін мақтаса, оны жай мақтау деуге болады, иә? Ал егер сол әулеттің келіні солар жайлы жақсы сөз айтса, онда қайын жұртының жаман болмағаны. Сол себептен осы әулеттің келіні бола тұра сіздерге айтарым, уайымдамаңыздар, қобалжымаңыздар. Қыздарыңыз өте текті жерге келе жатыр. Сөзі аз, ісі саз. Жігіттің қолын ұстаса, өте саналы да, сабырлы, салмақты адамдардың ата-ене болады, алғашқы ата-ене болатын адамдардың алғашқы келін атанды. Сол себепті Құдағай сіздің мәпелеп өсірген қызыңыз енді біздің әулетіміздің көркін көркейтер, берекесін еселетер, ардақты да аяулы келін. Амин.